яғни біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз рационал сандарға арифметикалық амал дұрыс қой. Енді біз бүгін кодпен жұмыс жасаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Яғни көп амалды, яғни таңбаларды қалай қолданамыз, таңбаларды амалдарды орындау реттілігіне таңбалар қалай қолданамыз. Барлық ретте бір-бірімізге көмектесіп, ұйымшылдықпен жұмыс жасау үшін бүгін біз топқа бөлгенбіз. Топты теңге алу әдісімен. Қазір мына қолға түсініп алайық. Теңге аласыздар. Осы теңгенің артында жасыл, қара, қызыл түстер бар. Отырасыздар. Қолма, кәне біріншіден теңге аламыз, өз орнымызға отырамыз. Келеміз. Сол бірінші мына жаққа аламыз, аламыз. Мына топ бізде. Кімде қара мынаған отырады, кімде қызыл мынаған отырады. Ал кімде жоқ мынаған отырады, кімде жоқ мынаған отырады. Координаталық сан түрде рационал сандарды сала аламыз, және салыстыра аламыз. Оң жағында оң сандар, сол жағында теріс сандар. Есеп шығару барысында қателерді талдап, өз жұмысымыздың нәтижесін жауаппен, бірге ұйымшылдықпен талдап, мұқият орындауға әрекет жасаймыз. Ал енді үй тапсырмасын сұрақтар, біз таңбалар ережесін жаттап келіңіздер ме? Демек, таңбалар ережесіне екі теріс сан көбейтілсе, қандай сан болады? Екі теріс сан көбейтілсе, оң сан болады. Қараңыздар. Енді теріс сан мен оң сан көбейтілсе, теріс сан, оң сан мен теріс сан көбейтілсе, теріс сан, екі оң сан көбейтілсе, оң сан болады. Осы ережелерді қолданып, есептер шығаруды жалғызбаймыз, ары қарай кеттік. Енді амалдардың орындау реттілігі, көбейту мен қосып болса қосып алмаймыз, біз көбейтеміз. Неме, қараймыз. Бірінші арифметикалық амалдардың орындалу реттілігін қараймыз. Одан кейін рационал амалдар қолданып берген есептерді шешу әдістерін білу. Таңбалар әртүрлі сандар қалай амалдар орындалады. Тиімді тәсілді таңдай білу және есептерді шешу математикалық тұрғыдан сауатты жаза білу. Енді қараңыздар, мына рационал амалдар реттілігі көрейікші. Осы жерде бірінші қайсы амал орындалады? Жақшаның ішіндегі минус 36-ға 74-ті көбейтеміз. Сосын барып сол жақшаның ішіндегі қосу амалы орындалады. Одан кейін соның сыртындағы көбейту, ең соңында азайту амалы орындалады екен. Түсінікті болды ғой, таңбалар ережесі түсінікті болды ма? Ал кеттік онда. Енді өрнектің таңбасын анықтайықшы. Демек бұл жерде көбейту бөлу. Көбейту мен бөлуде таңбалар ережесі бір дейді. Енді бірінші өрнекте таңба оң бола ма, теріс бола ма анықтаймыз. Қол көрсетіп айтамыз. Оңға алып көрейік. Демек екі теріс сан оң сан болады, екі теріс сан оң сан. Демек оң сан жарайсың. Екінші өрнектің таңбасы оң бола ма, теріс бола ма? Ол жерде минустар шығайды. Минустар тақ болса теріс болады, жұп болса оң болады. Екіншісі кім айтады қане? Жаңа айтшы. Теріс деп қойып. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Демек тақ теріс болады екен, теріс болады екен. Ал екіншісінің кім еді? Көрсетесің бе? Айтшы. Төртте ше. Төртте. Кім балған айтшы? Оң бола ма, теріс бола ма төртте? Қолдан көтересіз. Қалаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Тақ па, жұп па? Тақ. Сонда қандай сан? Теріс болады, Енді бесте жаным. Бесте оң бола ма, теріс бола ма? Кім айтады? Оң бола ма? Нөл, малес, көрсетесің. Қандай санды нөлді көбейтсек, ол 0 болады. Түсінікті болды ма? Өйткені оң емес, терісіміз 0 болады. Түсінікті болды ғой, Ал кеттік енді. Дәптер ашамыз, бүгін числоны жазамыз. Біреуден сатып алмастан біз амалдарды орындаймыз. Қайтып көреміз. Шамалы тыңдай. Таңбалары әртүрлі сандарды бөлу. Есеп. Хауыздағы су құбырдан сыртқа қарай ағып жатыр. Хауыздағы судың деңгейі 3 минутта минус 42 сантиметрге өзгерді. Хауыздағы судың деңгейі 1 минутта неше сантиметрге өзгерді? Шешуі. Хауыздағы су деңгейінің 3 минутта өзгерісі минус 42 сантиметр. Онда хауыз суы деңгейінің 1 минуттағы өзгерісі минус 14 сантиметр.
Себебі минус 14 қосу минус 14 қосу минус 14 тең минус 42 немесе минус 14 көбейтілген 3 тең минус 42. Демек, минус 42 бөлу 3 тең минус 14. Мұндағы минус 14 бөліндінің мәні. Бұл жағдайда бөліндінің мәні теріс сан. Сонымен, хауыз суының деңгейі орта есеппен 1 минутта минус 14 сантиметрге өзгереді. Бөлінгіш пен бөлінгіштің таңбалары әртүрлі болса, бөліндінің мәні теріс сан болады. Сонымен, таңбалары әртүрлі сандарды бөлу үшін. Бірінші, бөлінгіштің модулін бөлгіштің модуліне бөлу керек. Екінші, шыққан бөліндінің алдына минус таңбасын қою керек. Теріс санды теріс санға бөлу. Минус 9-ның минус 3-ке бөліндісін табайық. Ол үшін бөліндіні бөлшек түрінде жазып алып, оның алымын да бөлімін де минус 1-ге көбейтейік. Сонда минус 9-ның минус 3-ке бөліндісі плюс 3 шығады. Бөлінгіш пен бөлінгіштің таңбалары бірдей болса, бөліндінің мәні оң сан болады. 0 санын кез келген 0-ден өзге санға бөлгендегі, бірақ кез келген санды 0-ге бөлуге болмайды. Мұны есте сақта. Таңба ережесін келесі мысал арқылы есте сақтауға болады. Қай тұжырымға қай ереже сәйкес келетінін анықтайық. Менің жауымның жауы маған дос. Менің досымның жауы маған жау. Менің жауымның досы маған жау. Егер досты біз плюс таңбамен, ал жауды минус таңбамен белгілесек, онда менің жауымның жауы маған дос тұжырымы минус бөлу минус тең болады плюс ережесіне. Менің досымның жауы маған жау тұжырымы плюс бөлу минус тең болады минус ережесіне. Менің жауымның досы маған жау тұжырымы минус бөлу плюс тең болады минус ережесіне сәйкес келеді. Минус 1. Ауызша қол көтеріп айтамыз. Дидар айтшы. Минус 4 бөлу минус 1. Минус пен минус ол плюс болады деп қойып, не көтерсін деп 4 болады. Сонда мысалы мына жерде тағы қандай болады деп ойлайсыздар? Минус 4. Минус жақтан сыртына шығады. Сонда минус пен минус плюс болады. Енді мына жерде минус 6 бөлу минус 2 3 болады. 3 болады, немесе мынаны қабылдаймыз. Көрдіңіздер ма? Минус жақтан сыртына шығады. Сонда мына жерде 3-ті қабылдаймыз. Минус пен минус плюс болады. Мына жерде ше? Мен айттым, білімдерді айтпады. Нешеге айтсаңыз түге аласыздар. Көп болды, иә? Алға қарай кеттік енді. Мына жерде қараңыздар. Так. Алдыңғы теңгері минус 840 дейді. Енді төмендеу дейді. 5-тен 1 бөлігі дейді. Демек сонда минус 840-ты 5-ке бөлсек қанша болады? 5-тен 1 бөлігі болады сонда. Номер шығып кетеді. Жазу үшін ғой. 1 теңгеміз. 1 теңгеміз. 3 қалда 68 ба? Таңбасы ше? Таңбасы минус болады екен. Минус болады екен. Ал енді одан кейінсін. Так, мына жерде. Енді соның. Так, енді 168-дің 4-тен 1-і. Минус 168-дің. Так, минус қанша? 8-дің 4-тен 1-і қанша? Так, минус 168. Так, минус 168-ді бөлеміз 4-ке қанша? Минус 42 ма? Минус 42. Минус 42. Енді сол минус 42-ні 4-тен 1-і. Минус 42-ні 4-ке бөлгендегі минус 42-ні бөлеміз қанша? Минус қанша? Точно ма? 14. Енді сол минус 14-тің минус 14-тің нешеден бірі? Минус 7 ма? Минус 7. Так, көрейін енді қарай. Минус 7. Сан қандай сан дейді? Теріс сан бөлу оң сан. Қандай сан? Теріс сан. Так, қалай жазамыз бұған? Теріс сан. Ал, теріс сан болады. Ал, тексеріп көрейік. Демек, есеміз дұрыс болма. Демек, теріс санды оң санға бөлгенде теріс сан шығады екен. Ал енді өзіміз орындаймыз. Дұрыс теңді шығатында екі бір жерде плюс минусты қоямыз. Қараймыз нәтижесіне. Демек, қандай сан қойсақ, оң сан болады. Қандай таңба қойсақ? Плюс минус белгін қоямыз деген. Гүлсезім сенің алдына оқышым? Аяру. Қандай таңба қоямыз?
Mine bu yazamız. Kalgan orunda teksiremiz. Asıl verilgen yazışı. 4 bölümden 3,7. Sen alın bana da desek Tangbalarga мән береміз. Оң сан мен теріс санды бөлгенде теріс сан болады, минусын қойып қоямыз. Олай қысқармайды. Бірінші бөлшектің өзі жазылып, екінші санның теріс санына көретеміз, екінші бөлшектің. Сонда сен қайтадан жазасың, минус 5-тен 4 деп жазасың. Қанша болды? 42-ні 5-ке бөлгенде минус 8,4. Молодец, оқыра ғой. Жарайсың. Сен Таңбасы. Жоқ. Қараңдар, жоқ қоймайсың ішерге. Өйткені минус пен минус плюс болып кетеді. Оннан бір тамаша отыра ғой болды. Бола ғой тез. Асылхан сен дұрыс жазбадың ғой. 3-ке бөлесің ғой сен. 3,7-ге бөлесің ғой. Қарасай, өтінде артқа жылыштасын ештен бересің. 2-ден берсең болды ғой. Енді қара. Теріс сан мен оң санды бөліп алсақ не болады? Минус 2 болады, иә? Отыра ғой. Бұл сезімді айтып қойдым. Кел. Апа, бесіншісіне шыққан бола ма? Кел. Апа, Төртіншісіне, бесіншісі. Берілген жас жерге бесіншісіне кім шығады? Бесіншісіне ұмытаймыз. Жұмысымыз көп біздің әлі. Бесіншісі. Бұл сезімнің қасына айналмақ. Орыс бөлшекті айналдырып аламыз, иә? Орындаймыз, қане. Черновикпен жұмыс жасамаймыз ба? Бөлуді орындаймыз, қане. Бөлуді орындаймыз, сен айтсын. Тақтаны тек көшіріп отыра бермейміз, қане, сен де сен. Тек тақтадан көшіріп отырмыз ба? Қане. Кім болды? Бұл тесіз жаз, сен айтсын. Кім болды, сен болдың ба? Жұмыс жасайын ба, тесіз? Енді таңбаларға байқа, таңбаларға. Оң сан мен теріс санды бөліп алсын. Тағы мәртебе минус қап етсене. Минус қоямыз. Достар, өшір, сенмен жарыластырмай, отдельно қоямыз. Минус деп былай өзі орынға минусын. Қазында 3-тен 2 болды, я? Дұрыс отыра ғой. Минус 3-тен 2. Кім болды? Так, соңғысын кім орындады? Сен болдың, тағы болды. Так, бөлу қоя. Неш болды? 8 болды ма? 8 қандай болды? Мынау 3,8, иә? 476. Қалай бөлдің сонда? Кән баға түрде бөлген кән орындаймыз. Неште бересің оны, мана қайрасын? Неште қайрасын? 0-мен аяқталды, 5-тен берші. 0 түсіп шойда. Сонда 35, 38. Неш болады сонда? Не шықты? 5. Сонда 5 шығар екен. 5 шықты ма? Теріс сан мен теріс санды бөлген кезде оң сан шығады. Жауап берсем уақыт кетірмей қояра. Жарай ма? Жазуға да бұлай уақыт кетеді. Ал одан кейін кеттік. Орындаймыз. Так, енді мына жерде араластанды бұрыс бөлшекке айналдырамыз ғой. Сонда мына дұрыс па? Ал? Бұрыс. Мынау ше? Дұрыс па? Мынау дұрыс па? Минусқа минус плюс екіні қоямыз ба? Ал тексеріп көрейік. Демек екіншісі дұрыс екен, ә? Ал кеттік. 8,2 бөлінген 4,2. Екіншісіне жас шығып қойды. Сен шығып қойдың. Кел онда. Ана жерде болып. Ал. 2 дедің ба? Енді 2 шығама. Таңбаға қараймыз, міне етірде. Ал. Минус 2. Жақсы отыра ғой. Одан кейін 3-ке кім келеді? 10,8. Бөлу. Кім келеді 3-ке? Жанлыш. 3-ке. 14 шықты ма? 28-ді 4-ке бөлгенде 14 бола ма? 28 бөлу минус 4. Есептесіз. Сонда не? 4 және 4-дің 8 бар сенің? Я? Нешке бересің?
Bu da qaraq. 10'dan 12 bölüngen 10'dan 108 olsun. Sonda 10'dan 12 bölüngen 108'de 10 болады. Neyse yok, qaraqta sonda 12'den 108 болады. Так, енді 108 12 бөліп береміз. Sonra 2 бөлсең 6, 2 бөлсең 54 болады. 2 бөлсең 3, 2 бөлсең 27 болады. 3-ке бөлсең 9'dan 1 болады екен. Қараңыздар, енді осындай бөлінбейтін сандарды қараңыздар. Ондық бөлшекті жай барлық амалдың енді бірінші кезде таңбаға минус пен минус плюс болады. Енді таңбаны жазбаймыз да. 1,10'dan 7 дегенде жай бөлшектінде 10'dan 12 деп жазамыз. Бөлінген 10'dan 108 келесіздер ма? 10'dan 8. Демек 10'dan 108. Бірінші бөлшектің бөліп жазылады да, екінші бөлшектің теріс санына көбейтеді. Сонда 10 мен 10 қарап бізде 12 бөлінген 108 болады. Так, енді ал қысқартайықшы екеуінде. Или 12'ге қысқартайықшы. 12'ні 12'ге бөлеміз 1 болады. 108'ді 12'ге бөле аламыз ба? Неге? 9 болмай ма? 9 болмай ма? 9 қасына шығарамыз. Дұрыс па? 9'дан 18 108. Сонда жауабы 9'дан 1 болады екен. Жазып аламыз. Жазып аламыз. Үйде бар ма? Ертістің ортасында не бар дейді? Ертістің ортасында Ертіс. Ертіс. Не бар? Т бар. Екі жағында екі әріп. Аңғай кеттік. Одан кейін қай ашқанда? Апай келді. Күніге өзіміз қолданамыз, үйде мамаларың қолданады. Сабағын қолданбай, әрмен қарай сайтымызға қалай келеміз енді? Шамал, я? Осыған бірінші топ кеткенде жазып қоямыз. Так, міне, бірінші топ кеткенде жазып орындаймыз. Так, екімен үшін тапсырмасын береміз. Так, болтқа жазып. Қалай, екіншімен жазып аламыз, қараңыздар. Үші, мен саған сендер жанлы төртінші топ. Сіздер теңге шешесіздер. Я? Мен жазып көмектесем, жазып аламыз, әжеме жазып орындаймыз. Бірге. Сендер дәптерге жазамыз. Я? Дәптерге жазып аламыз, сендер дәптерге жазып аламыз. Дәптерге жазып аламыз. Қане жазып аласыз ба? Уақыт кетіп бірінші болады. Демек кешкеміз бірінші. Бірінші, бұл аралас санды бос бөлшекке айналдырып аламыз. Тезірек бірге орындаймыз. Аралас санды бос бөлшекке айналдырып аламыз. Сіздер де аралас санды бос бөлшекке айналдырып аламыз. Берген жазып орындаймыз амалдарды. Сіздер де араласқан болса бос бөлшекке айналдырып аламыз. Ортақ бөлімдерді азайту амалдарын орындаймыз. Так, үшінші топ сіздерде тек қана көбейту. Минус пен минусты қарап көбейту болса қысқартып жібереміз, иә? Түк болды ма? Так, мына жерде жас топқа, қане, орындаймыз, тесіз топпен, қане. Жазыла берген. Таста. Енді қараңыздар, жазып алып қоя. Қараңыз, үйге тапсырма аламыздар. Енді жерде үйге тапсырма 622 қараңыздар. Жазып аламыз, отыр. Жазып аламыз. Жазып алып па? Енді мына жерде астықтар тұр ғой. Үстіне қарай саламыз. Өте жақсы түсіндіріп. Тоқта.